Құрметті әріптестер, қайырлы күн барлықтарыңызға. Мен бүгін сіздерге өзімнің әдістемелік құралымды таныстырғым келіп отыр. Әдістемелік құралдың атауы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту. Бұл әдістемелік құралдың өзектілігі мен жаңашылдығы. Білім берудің мазмұны жаңартылған жағдайда оқушының тұлғалық дамуына, шығармашылық ойлауына, тілдік қарым-қатынас мәдениетіне баса назар аударылады. Бұл ретте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде тілдік дағдыларды тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым кешенді түрде дамыту қазіргі кезде бізде басты талаптардың бірі болып отыр. Өйткені баланың сөйлеу әрекеті даму үшін, сөйлеу әрекеті қалыптасу үшін осы дағдыларды балалар, оқушылар, білім алушылар осы дағдыларды меңгеру керек. Әсіресе бізде қазіргі кезде өзекті болып отырған басқа орыс тілінде оқитын, басқа тілде оқитын мектептердегі өзге тілді ұлт өкілдерін осы біздің мемлекеттік тілімізде сөйлету. Енді бұл қандай проблемадан туындап отыр? Оқушылардың тілдік дағдыларының төмендігі, өз ойын жүйелі жеткізе алмауы, мәтінмен жұмыс жасауда қиындықтары қазіргі оқу үдерісінде жиі кездеседі. Осыған байланысты нақты әрі тиісті әдістемелік бағыт қажет деп өзім шештім. Енді осы әдістемелік құралдың мақсаты оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша тілдік дағдыларын жүйелі дамытуға арналған тиімді тапсырмалар мен әдістер кешенін ұсыну. Міндеті тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын жүйелі дамыту, мәтінмен жұмыс істеудің тиімді тәсілдерін үйрету, оқушылардың тілдік және коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, сабақта саралап оқыту мен жекелеген жұмыстар ұйымдастыруға мүмкіндік жасау, бағалау критерийлері арқылы оқушылардың жетістігін бақылауға қолайлы жағдай жасау. Енді құралдың құрылымы мен мазмұны. Әдістемелік құрал оқу бағдарламасына сай құрылған, онда түрлі деңгейдегі тапсырмалар, мәтіндермен жұмыс, әдіс тәсілдері, бағалау критерийлері, рефлексия құралдары қамтылған. Құралда оқушылардың жас ерекшеліктері мен білім деңгейі ескерілген. Сонымен қатар бұл құралда жаңағы айтып кеткендей тілдік дағдылар, оның ішінде тапсырмалар жинағы бар, және егер керек болып жатса мұғалімдер қысқа мерзімде жоспар құрастырылған осы әдістемелік құрал бойынша. Енді мазмұнында жаңағы әдістемелік құралдың мазмұндық сипаты, күнтізбелік тақырыптық жоспарлау. Сонымен қатар бұл жерге мен оқушылардың кітап оқымауы бар бізде, енді ол да бір мәселе болып тұр ғой. Бұның ішінде жаңағы кел оқиық деген бөлім кіргізіп, сол 9-шы сыныпта жаңағы Ыбырай Алтынсариннің, Ахмет Байтұрсынұлының, Әлихан Бөкейханұлының, сосын Махамбет Өтемісұлының шығармаларынан үзінділер оқытып, сабақтың соңында сосын үйге тапсырма ретінде беріп, қысқа әңгімелерді оқуға тапсырмалар беріледі. Одан кейін тапсырмалар жинағы, қысқа мерзім жоспарлар. Сосын енді осы әдістемелік құрал бойынша жаңағы мазмұны бойынша, күнтізбелік тақырыптық жоспар бойынша әрбір бөлімге арналған бөлімді қорытындылау мақсатында әртүрлі әдіс тәсілдер, мысалы квест ойыны бөлімді аяқтаған кезде, немесе шығармашылық тапсырмалар, сурет салып, мысалы тақырып бойынша сол суреттерді әңгімелеп айту, мысалы өзінің фантазиясымен бала мысалы сол тақырыпқа сурет салады, сол суретті өзі сурет бойынша әңгімелеп айта алады. Сондай тапсырмалар қамтылған. Әрбір бөлімнің соңында, яғни бағалауға арналған өзінің диагностикалық құралдарын қамтылған.
Енді әдістемелік құралдың мазмұндық сипатында бірінші және кіріспе бөлім өзім туралы әңгімелеу, оған 5 сағат бөлінген. Менің тәуелсіз Қазақстаным 4 сағат, сүйікті іс және кәсіп 5 сағат, денсаулық зорбайлық 4 сағат, менің мектебім 6 сағат, атақты тұлғалардың өмірі 6 сағат, мереке деген тақырыпқа 3 сағат берілген. Әрбір бөлімнің соңында тағы да айтып кетейін, жаңағыдай қорытындылайтын өзінің балаларға тапсырма беріледі. Және де мысалы жылдың соңында оқушылар, білім алушылар өзінің жаңа тапсырмасына ата-аналарын қосады, яғни отбасы бойынша, отбасында мен қазақ тілінде сөйлеймін деген тақырыпта соңғы жылдың соңында осындай бір сайыс байқау өткізілді. Ары қарай енді бұдан күтілетін нәтижелер, осы барлық тапсырмаларды орындап, осы барлық әдістемелік құралды өткеннен кейін күтілетін нәтижелер: оқушылар 4 дағдыны меңгеріп, тілдік сауаттылығы артады, ақпаратты тыңдау, түсіну, жеткізу, жазу қабілеттері дамиды, мәтінді талдау, түсіну, пікір білдіру дағдылары қалыптасады, сыни және логикалық ойлау қабілеті артады, өз ойын еркін сауатты жеткізе алады. Және де белсенділік танытады, бағалау талаптарын түсініп, өзін-өзі бағалай алады, оқу мақсатына жету жолдарын саралап үйренеді. Енді жаңа айтып кеттім, диагностикалық құралдар ретінде жаңа сауалнамалар, тесттер, бақылау жұмыстары, сұхбат құру, шығармашылық жұмыстар, танымдық ойындар, квест, эссе, тағы да басқа шағын жобалар арқылы жүзеге асырылады. Енді сіздерді қысқаша бір тапсырмаларды көрсетіп кетейін, әрбір дағдыға байланысты. Мысалы, тыңдалымнан кейін айтылым деген білесіздер, тыңдалымнан кейін айтылым дағдысы болуы мүмкін. Осы кезде мысалы мынандай тапсырма, мынау мәтінді тыңдайды. Алғымдығы екшіктікі. Мәншіктікіне сұрайын. Кешіріңіздер. Мынау ссылкамен кіріп, балалар немесе ссылкамен кіруге болады, немесе мына QR кодпен кіруге болады. Қалай істеуші? Жоқ. Мынау ссылкамен кіріп, мәтінді тыңдауға болады, мысалы. Немесе QR кодпен кіріп тыңдауға болады. Мұндай мәтін берілген. Менің атым Әлихан. Мен Қарағанды қаласында тұрамын. Біздің тұратын жеріміз өте әдемі және жайлы. Қаланың орталығында орналасқан көп қабатты үйдің 4-ші қабатында тұрамыз. Үйіміздің жанында үлкен саябақ, мектеп және бірнеше дүкендер бар. Біздің көшенің аты Әлихан Бөкейхан көшесі. Бұл көше өте кең және таза. Кешке қарай адамдар серуендеп, балалар аулада ойнайды. Көршілеріміз өте жақсы. Осы кешіріңіздер. Әріптестер кіріп жатыр екен, сол кісілер. Сосын осы мәтінді тыңдағаннан кейін жаңағы оқушылар тыңдалған мәтіннің мазмұны үлгісінде дауыстарыңызды өшіріп қойыңыздар. Тұрғылықты мекен жайын сипаттайды, яғни мәтінге сүйеніп отырып, оны сипаттау үшін жаңа жоспар беріледі. Менің тұратын мекен жайым, мысалы үйімнің ауласы, үйімнің айналасындағы ғимараттар, мекен жайының жанындағы ерекшеліктер. Мысалы жаңағы мәтінде үйдің жанындағы жаңағы қандай
ғимараттар бар, сосын жаңағы аулада не істейді адамдар, немесе жаңағы ауладағы адамдар жаңағы жыл мезгілдеріне байланысты не істейді. Мысалы жазда біз жаңағы жиналып көңіл көтереміз деген сияқты мәтінде айтылған. Сосын тағы да тапсырма осы бойынша суреттерді сөйлетіңіз, айтылым. Мысалы, мына суретке қарап айтады жаңағы мәтінде не айтылды. Айтты ғой жаңағы мен Қарағанды қаласында тұрамын деген сияқты. Келесі мынау ғимараттар, қандай ғимараттар бар үйінің ауласында жанында деген сияқты. Сосын мысалы дүкендерді айтуы мүмкін, мысалы саябақ бар деп айтуы мүмкін, кітапхана бар, мектеп бар деген сияқты сондай нелер айтады, мәліметтер айтады. Жаңағы мысалы Әлихан Бөкейхан атындағы мектеп, көшенің аты, аулада не істейді, кімдер жиналады аулада деген сияқты. Немесе міне жазда не істейді, жазда мысалы велосипед тебеді, қыста біз осындай аққала жасап шана тебеміз деген сияқты. Қысқа өзінің жаңағы ауласында, өзінің үйінің жанында сондай не болатын туралы мәліметтер айтады. Сонымен қатар тағы бір тапсырма беруге болады. Мысалы, бұл тапсырмада да жаңағы тілдік бағдар, септік жалғауын қатыстырып сөйлем құрамыз дейді. Бұл мәтіннен алынған сөздер, бұл сөздерде жаңағы септік жалғаулары жалғанған, және де бұл сөздер арқылы тағы да мәтін бойынша қысқаша айтып кетуге болады. Келесі енді өзін бағалайды, жаңағы үш тапсырма бойынша. Мысалы, бағалауды өздері осы бойынша бағалап, қолдарына смайликтер беріледі, немесе бағалау парағын беруге болады. Келесі бізде оқылым тапсырмасы. Оқылымды жаңағы оқып, балалар тапсырма берілген сұрақтарға иә жоқ деп жауап береді. Мысалы, сұрақтар мынандай: мамандық таңдау үшін ұстаздың кеңесі керек пе? Мәтінде кішкене осы туралы айтылады, бірақ бұл жерде балалар өзінің жауабын беру керек. Тәрбиелі, тәлімді тұлға болса, ұстаздың еңбегі бағалана ма деген сияқты. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп айтқан Бауыржан Момышұлы ма деген сияқты. Ұстазға сый сияпат беру керек пе деген сияқты кішкене пікір талас, өздерінің ойларын айтады. Және де мәтінді қорытындылап өзінің қорытындысын айту үшін мысалы мындай тапсырма беруге болады: ұстаздың еңбегін сипаттаңыз дейді. Мәтінде мысалы айтылған ұстаз мамандық таңдауда қандай өзінің кеңесін бере алады, тәрбиеде қандай өзінің еңбегі бар, және білім беруде. Енді сосын тағы да тапсырма ұстазымен өткен бір күн, яғни өзінің ұстазы туралы мәтін құрастырып айтуға болады. Мен 4-5 сөйлем деген, негізі 9-шы сыныпқа одан да көбірек 8, 10, 12 сөйлем беруге болады. Бұл жерде мысалы мына QR-ға кіреді да, бұл Padlet бойынша жасалған. Осы QR-ға кіріп оқушылар жаңағы сөйлемдерді жазып қояды, мен сосын артынан тексеріп мысалы бағалаймын. Бұл жерде де өзіңізді бағалаңыз деп тұр. Осындай асықтармен өзіңізді бағалауға болады. Енді соңында мысалы жаңағы 5 міндет болды ғой, сол міндет бойынша осындай жетістіктерге жеттім. Мысалы, балалардың жетістіктері жазылған міндеттер бойынша. Мысалы, дағды түрі дейді, тыңдалым, оның жеткен нәтижесі, айтылымнан жеткен нәтижесі, оқылымнан, жазылымнан. Және де мәтінді талдау кезінде жаңағы мәтінді түсіну, ойды талдау, пікір айту, осы мәтін бойынша шығармашылық жұмыс, жаңағы ұстазбен өткен бір күн деген сияқты шығармашылық жұмыс, сол бойынша балалардың жеткен жетістіктері. Мына жерде мысалы 3-ші міндет бойынша, бұл жерде жаңағы жазылым бойынша, жазылым, айтылым бойынша тіл сауаттылығы, коммуникативтік қабілеті, диалог, монолог құрамашығы, функционалдық сауаттылық, қарым-қатынаста сенімділік деген сияқты айтылады. Тағы да 4-ші бойынша бағыты осылар. 4-ші міндет бойынша айтылған жаңағы өздерінің жеткен жетістіктері балалардың. Бұл жаңағы
әдістемелік құралды пайдаланғаннан кейінгі жеткен жетістіктер. Енді қорытындысында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен тілдік дағдыларды дамыту әдістемелік құралы оқу үдерісінде апробациядан өткізілді. Құралдың құрылымы бойынша мазмұны және тапсырмалар жүйесі білім алушылардың тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым дағдыларын дамытуға нақты ықпал етті. Нәтижесінде осындай өзгерістер байқалды. Оқушылардың тілдік құзыреттілігі артып, шығармашылық жұмыс істеу, ойын жүйелер жеткізу дағдылары дамыды. Мұғалімдер үшін сабақ құрылымын жоспарлар арқылы және бағалау үдерістері жеңілдеді. Бұл кезде біздің мектеп қазақ тілінің мұғалімдеріне де осы жаңағы өтіп жатқан кезде есеп беріліп, жоспарға қалай жетіп жатқанымыз, міндеті қалай орындалып жатқаны туралы айтылып отырды. Жаңағы құралдағы тапсырмалар біздің білім беру мазмұнына сай келіп, білім алушылардың қызығушылығын арттырды. Жалпы әдістемелік құрал өзінің тиімділігін көрсетті, практикалық маңыздылығы жоғары екенін көрсетті. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне қолдануға ұсынуға болады. Құрметті әріптестер, енді сіздер кері байланыс беріп жүрсеңіздер, сосын шыға берулеріңізде болады. Мына екі QR-мен кіріп, біреуін мысалы мынау QR-ға кірсеңіздер, таблетте сіздер жағы өз пікірлеріңіз бен ұсыныстарыңызды жазып жіберулеріңізге болады. Сіздердің осы менің таныстырылыма кіріп, сіздерге маған қолдау көрсеткендеріңізге үлкен рахмет. Шығып шығуларыңызға болады, QR-да алып алғаннан кейін. Рахмет сіздерге. Сұрақтарыңыз болса, айтуларыңызға болады. Бізде енді 7 минуттай уақыт бар. Негізі сұрақтарыңыз болса, айтуларыңыз, сұрауларыңызға болады, және де сол QR-ларға міндетті түрде өйткені кері байланыс керек болады маған. Запись.